Саламатсыздар ма балалар? 12 сәуір ғарышкерлер күні екенін білесіздер ме? 12 сәуір адамзат қолмен жасалған өркениеттің жаңа бір парағы ашылып, адам баласы тұңғыш рет ғарышқа ұшқан күн. Ғарышқа алғаш болып ұшу бақыты орыс ғарышкері Юрий Гагаринге бұйырған еді. Ал бүгінгі сабағымызда қазақ ғарышкері Тоқтар, Талғат, Айдын ағаларымыз туралы сөз етпекпіз. Ал ендеше дүниетану пәнінен Тоқтар Әубәкіров қазақтың тұңғыш ғарышкері тақырыбындағы сабағымызды бастаймыз. Байқоңыр адамзаттың ғарыш кеңістігін игерудегі көптеген бастамаларында бірінші болған тарихтағы ең атақты ғарыш алаңы. Оның іргетасы 1955 жылы Қызылорда облысы Қармақшы ауданының аумағында қаланған. Тұңғыш жердің жасанды серігі, қуатты ракета және адамзаттың алғашқы ғарышкері қазақ жерінен Байқоңырдан ұшырылған болатын. Күннің, айдың, шолпанның алғашқы жасанды серіктермен ғарыш кемелері, орбиталық станциялар, метеорологиялық бақылаулар жүргізуге арналған жасанды жер серіктерін бірінші рет Байқоңырдан ұшырды. Қазіргі таңда Байқоңыр қаласы мен космодромы Байқоңыр жиынтығын құрайды. Екі ел арасындағы келісім бойынша Ресей елі Қазақстаннан Байқоңырды 2050 жылға дейін жалға алған. Байқоңыр ғарыш алаңынан бірінші ұшқан алғашқы қазақ ғарышкерлері Талғат Мұсабаев және Тоқтар Әубәкіров еліміздің ғарыш саласындағы елеулі қайраткерлері. Ғарышқа самғаған біздің отандастарымыз Талғат Мұсабаев пен Тоқтар Әубәкіров аса күрделі техниканы басқаруда ерлік пен біліктілік үлгісін көрсетті. Алғашқы қазақ ғарышкері Тоқтар Әубәкіров ғарышқа 1991 жылы ұшты. Тоқтар Әубәкіров дыбыстан да жылдам жүйткейтін ұшағын дауылды күні алып толқындармен арпалысып тұрған кемеге қондыра білді. Көрсеткен ерлігі үшін оған Кеңес одағының батыры атағы берілді. Одан кейінгі ғарышкеріміз Талғат Мұсабаев ғарышта 3 рет болды. Ол 1994 жылы ғарыш кеңістігіне ұшқанда 126 тәулік болды. Ал 1998 жылы халықаралық экипаждың командирі болды. Сол кезде ғарышқа ұшу уақыты 207 тәулікке созылды. 2007 жылы 11 сәуірде Талғат Мұсабаевты Қазақстанның ұлттық ғарыш агенттігінің төрағасы ретінде сайлады. Олар Тоқтар Әубәкіров ғарышта 7 күн 22 сағат 13 минут болған. Ал ғарышта ең көп болған Талғат Мұсабаев. Ол 341 күн 9 сағат 48 минут болған. Яғни 1 жылға жуық уақыт ғарышта өткізген. Ал Айдын Айымбетов болса 9 күн 20 сағат 13 минут болған екен. 3 құранға да ғарыш кеңістігін бағындырған үшін, ұшу барысында батырлық пен ерлік көрсеткен үшін халық қаһарман атағы берілген. Бұл атақ Қазақстан бойынша 27 адамда бар, ал ең соңғы алған Айдын Айымбетов. 1991 жылы 2 қазанда Тоқтар Әубәкіровтің ғарышқа ұшқан күні Александр Волков және Франц Фибиктермен бірге Союз ТМ-13 ғарыш кемесімен ұшырылды. Күллі түркі халықтарының тұңғыш ғарышкері. 2001 жылы Стамбул қаласында түріктің тұңғыш ғарышкері атағын Түркия елі берді. Әлемнің 256 ғарышкері. Тәуелсіздік алған жылы қазақ ғарышқа ұшты. Жаңыз менің мақтанышым емес, халықтың мақтанышы болды. Қазақ ұшқанына, ғарышқа ұшқанына. Қонғанда әрбір қазақтың көзіне қарап, бойына қарасақ бәрі бетінде жазылып болды. Мен көздерімде жас ағып, ей Тоқтар, мен де сенімен ұшып барғандай болдым деп. Жүрегі жарылып, қуанып. Соған мен ойлайым, тәуба ол міне егемендің бір биттей ғана тоқтасы жетістігінің бірі. Қазақтың тұңғыш ғарышкері Тоқтар Әубәкіровтен кейін ғарышты бағындырған Талғат Мұсабаев еді. Талғат Мұсабаев ғарышта 3 рет болған екен.
1994 жылы ғарышқа бірінші рет ұшқанда 126 күн ғарышта өткізген. 1998 жылы ғарышқа екінші рет ұшқанда 208 күн ғарышта өткізген. 2001 жылы ғарышқа үшінші рет ұшқанда 8 күн ғарышта өткізген. Әлемнің 309-шы ғарышкері. Талғат Мұсабаевтың хоббиі фортепиано мен гитарада ойнау және ән салу. Сондай-ақ ғарыш кеңістігінде тұңғыш рет ән айтқан ғарышкер. Өте тамаша! Талғат біздің Мұсабаев өзі әнші жігіт, музыкальный жігіт. Ол өлеңді, сол өлеңді көзімнің қарасын жақсылап тұрып сол ғарыштан соң кейін айтып берді гитарасымен. Айдын Айымбетов 2015 жылы 2 қыркүйектен 12 қыркүйекке дейін экипаж құрамында кеме командирі ресейлік Сергей Волков және Дания корольдігінің астронавты Андрес Могенсен мен Союз ТМ-18М ғарыш кемесінің борт инженері ретінде ғарышқа ұшты. Айдын Айымбетов ғарыш кеңістігінде бірқатар ғылыми зерттеулер жасаған. Соның ішінде мидың радиацияға әсерін де зерттеген. Ұлттық киімдер мен ұлттық тағамдарды дәріптеген тұлға. Ол ғарыш кеңістігінде ірімші, құрт, қазы-қарта, тағы да басқа тағамдарды апарған. Достар, бір қызық сәйкестік. Тоқтар Әубәкіров ғарышқа ұшқан кезде оның кеме командирі Александр Волков болса, ал Айдын Айымбетов ғарышқа ұшқан кезде Александр Волковтың ұлы Сергей Волков оның кеме командирі болды. Екеуі де орыстың ғарышкерлері. Оқушылар, ендеше осы берілген тапсырманы орындайық. Алдымен тапсырманы орындау үшін осы берілген мәліметтерді толық оқып, танысып шығамыз. Танысып шықсақ, берілген жауаптардың ішінен дұрыс жауапты таңдап қоямыз. Келесі. 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 Әрине, Тоқтар Әубәкіров. Жарайсыздар, оқушылар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.